Сәлем балақай, көңіл-күйің қалай? Бүгінгі біздің жаңа тақырып екі саны және цифры. Келесі тақырыптарды жібермес үшін каналға тіркеліп кет. Кәне балақай, оқулықтағы мына суреттерге назар аударайық. Бірнеше заттар берілген. Олардың қайсысы 2-2-ден? Яғни қандай екі бірдей зат бар? Бұл суреттен гүлді, дәптерді, сызғыш, пенал және екі алманы көруге болады. Қандай сан аққуға ұқсайтынын білесің бе? 2 саны дұрыс. Сандық сәуледе 2 саны 1 санынан кейін тұрады. Бір аққудың жанына тағы бір аққу жүзіп келді. Барлығы неше аққу болды? 2 аққу, дұрыс. 2 саны шығу үшін бірге бірді қосу керек. 2 бұл 1 және 1. Қарашы, бір аққу жүзіп кетті. Неше аққу қалды? 1 аққу, дұрыс. Ол былай жазылады. 2-ден 1-ді алсақ, 1 болады. Қане, 2 цифрын жазып үйренейік. Тор көзінің жоғары бөлігінің ортасына нүкте қоямыз. Оң жақ жоғары бұрышқа қарай бір қалыпты доға жүргіземіз. Тор көздің төменгі жағының ортасына дейін қысқа түзу сызамыз. Оңға қарай толқынды сызық жүргіземіз. Келесі мына тапсырманы бірге орындайық. Бір қарандаш берілген. Оның қасына тағы да біреуін қосатын болсақ, бізде неше қарандаш болды? 2 қарандаш болды. Енді осы 2 қарандаштың біреуін алып тастайтын болсам, нешеуі қалды? 1 қарандаш қалды. Бірге бір қосатын болсақ, 2 шығады. Келесі мына суретке назар аударайық. Бұл жерде 2-2-ден берілген заттар бар ма? Иә, бар. Бұл жерде оқулық 2, қаламсап 2 және бояу 2. Ал қалған карандаш және дәптер бір-бірден берілген. Ал осы карандаш және дәптерді 2-2-ден жасауға бола ма? Ол үшін не істеу керек? Ол үшін дәл осылай карандаштың жанына тағы да бір карандаш және дәптердің жанына тағы да бір дәптер орналастыру керек. Сонда ол зат 2-ден болады. Балақай, бұл заттарды біздер 2-2-ден деп немесе жұп деп айтсақ болады. Келесі мына бір тапсырмаға назар аударайық. Суреттегі заттарды жұптастыр және түсіндір. Қане суретке назар аудара қойшы. Қайсы заттар бір-біріне сәйкес келеді? Бірінші тұрған кілт, оған сәйкес зат құлып болады. Екінші тұрған ағаш, оған жапырақты сәйкестендіреміз. Үшінші тұрған бұлт, оған сәйкесінше қолшатырды біріктіреміз. Келесі қылқалам, оған сәйкес бояу. Неліктен біздер бұл заттарды жұптастырдық? Өйткені құлыпты кілтпен ашамыз. Жапырақ ағашта болады. Бұлттыкіні қолшатырды пайдаланамыз және акварельді қылқалам арқылы пайдаланамыз. Балақай, бүгінгі сабақтан 2 саны және цифрмен таныстық, жұп деген түсінік қалыптасты және заттарды бір-бірімен сәйкестендіруді үйрендік. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта